Бәріне сәлем, мен атым Бауыржан, және бұл Бокаплей арнасы. Достар, бірден айтайын, мен бұл видеода ешкімнің намысына тиюді немесе діндерді мазақтауды көздемеймін, бірақ комментарийде менің бұл сөздерімді естімеген даулымдар көп болады. Мен бұған күмәнданбаймын. Достар, жақында мен цивилизация ойнап пиво ішіп отырғанда аспаннан күн нұры түсіп, үйімнің крышасы тесіліп кетті. Керемет идея пайда болды. Бұл 2019 жылдың ең үздік жаңалығы. Мен өз дінімді аштым. Бокаплеизм. Менің дінім бүткіл заманауи талаптарға сай болғандықтан діннің ережелерін видео форматта жариялаймын. Себебі адамдар сауатты болғанымен кітап оқымайды. Ендеше сауатсыздардан олардың айырмашылығы жоқ. Бірінші, менің дінім ең соңғы және ең хақ және ең таза дін. Менің дінім үшін соғысқа қатысып өлудің керегі жоқ. Тек видеоларыма лайк бассаңдар жеткілікті. Менің дінімде ешкімді 24 сағат бойы ешкім аңдымайды. Маған адам адамды өлтірсе де похуй. Себебі мен ондай өлімдерді миллион рет көргенмін және бұл маған қызық емес. Қылмыскерлерді өздерін жазалап алыңдар. Төртінші, менің дінімде мені жамандаған үшін тозаққа кетпейсіңдер. Сендер одан да қатты жазаланасыңдар. Менің керемет жүзімді көру мүмкіндігінен мәңгілікке айырыласыңдар. ЧС. Бесінші, менің дінімде сенің жасаған жақсылығын үшін белгілі бір көлемде ұпай беріледі. Жамандық үшін алынады. Әр іске қанша ұпай екенін комментарийде жазамын. Жаннатқа түсу үшін 1 миллион ұпайдан көп болу керек. Мысалы, видеома лайк бассаң 1 ұпай, ал досыңды дініме кіргізсең 10.000 ұпай. Мен дінімде маған табынудың керегі жоқ, себебі маған сендердің табынғандарынан пайда жоқ. Әркімнің тілегін орындайтын мен сендерге аяз ата емеспін. Жетінші, мен басқа құдайлар сияқты жүзімді жасырмаймын, себебі мен красавчикпін, және менде олардыңкіндей комплекстерім жоқ. Және Бокаплейге шүкір, менің дінім пайда болғанда адамдарда камера болды, және камераны адамдар емес, мен ойлап тапқанмын. Сол үшін маған шүкір етіңдер. Сегізінші, менің дініме тіпті күмән келтіруге болмайды. Әйтпесе минус миллион ұпай. Тоғызыншы, менің дінімде адамдар ата-ана атанбас бұрын психологқа тексерілу керек. Әйтпесе байғұс балалардан обал. 10-шы, менің дінімде әйелдер еркектердің малайы болған. 10-шы, менің дінімде әйелдер еркектердің малайы болғандарына қуанышты болып, сука, мына ВК-дан комментарий келіп қоймай қойды. 10-шы, менің дінімде әйелдер еркектердің малайы болғандарына қуанышты болып, маған сол үшін тәубе қылу керек. 11-шы, Бокаплеизмде қоректенер алдында Бокаплей осы асты нәсіп еткеніне шүкірдеу керек. Ол үшін 1 ұпай беріледі. Айтпаған жағдайда минус 1 ұпай. 12-ші, мен әлемді шынымен 7 күнде жараттым. Бірақ менің 7 күнім сендер үшін миллиардтаған жылдарға созылады. 13-ші, мен ешқашан өлмеймін, ал Бауыржан деген тек сендерге мен туралы айту үшін жіберілді. 14-ші, жанатта сенің күшін меніңкіге теңеледі. Сен ой арқылы бәрін істей аласың. Тек жерге оралу мүмкіндігін болмайды. 15-ші, тозақ деген болмайды. Оның орнына қара түнек болады. Себебі бізде тозақта адамдар толып кетті, сондықтан сервер кішкене лагать етіп жатыр. Уақытша ыңғайсыздықтар үшін кешірім сұраймын. Осымен болды, келесі видеода басқа ережелерді жариялаймын. Сау болыңдар, менің құлдарым.